Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен қауынның дәнінен жасалатын сүтті бірге дайындайтын боламыз. Бұл сүттің адам ағзасына берер пайдасы өте мол екен. Адам ағзасында зат алмастыруды жақсы қалыптастырады және холестерин мен қан жүйесін ретке келтіреді. Есте сақтау қабілетін де жоғарылатып, иммунитетті де жақсы көтереді екен. Және халық арасында косметологияда осындай крем, маска, шампундарға қолданылады және медицинада да өзінің орны бар екен. Бұл сүтті тек ішке қабылдап қана қоймай, бетіңізге күтім жасасаңыз да болады. Яғни бет терісіні жаңартады. Ең алдымен осындай қауынымыздың арасынан дәнектеріні ажыратып алатын боламыз. Яғни қауын сатып алсаңыз, оның дәнін тастап жібермеңіз. Қауынның дәндерін осылай блендерге салып, және қауынның азғантай бөлігіні турап салып жіберетін боламыз. Қауынның орнына су құйсаңыздар да болады, және азғантай бал қосып жіберсеңіздер де ол өз қалауларыңыз. Бал міндетті емес, яғни тәттілеу болсын десеңіз, бір қасық бал қосып жіберіңіздер. Міне осылай қауындарымызды салып алдым. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Міне осылай сүтіміз дайын болды. Енді сүтті міндетті түрде марленің көмегімен немесе осындай сүзгішпен сүзіп алыңыздар. Яғни дәннің сыртындағы қабықтары түйіршік болмай, сонда таза сүт болып шығатын болады. Достар, менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен осындай өте пайдалы қарапайым рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.